Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсел. Бұл видеода сіздермен маринадталған асқабақтың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Маринадталған асқабақты ет және балық тағамдарына гарнир ретінде қосып беруге болады. Видеоның соңына дейін көріңіздер, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен асқабақты тазалап, орташа көлемде 4 бұрыш етіп тураймыз. Сондай-ақ маринадты сақтауға арналған банкамызды жақсылап жуып, 10 минут көлемінде стерильдейміз. Туралған асқабақты алдын ала қайнатылған суға 3-4 минутқа салып аламыз. Содан соң бөлек бір ыдысқа салқын су құйып алып, туралған асқабақты салқындатып аламыз. Бұл асқабақ езіліп кетпес үшін жасалатын процесс. Стерильденген банканы асқабақпен нығыздап толтырамыз. Содан кейін дәмдеуіштерді саламыз. Алдымен 5-6 түйір хош иісті бұрыш, яғни душистый перецті саламыз. Содан кейін 3-4 түйір қалампыр мен 2-3 лавр жапырағын саламыз. Және де 1 шай қасық даршын ұнтағы, яғни корицаны қосамыз. Бұл дәмдеуіштерді өзіңіздің қалауыңызға орай салсаңыз да болады. 1 литр қайнаған суға 2 ас қасық қант және 1 ас қасық тұз қосып араластырып, оны 5 минут көлемінде қайнатамыз. Содан соң суды банкаға құямыз. Сонымен қатар 1 ас қасық сірке суын қосып, стерильденген қақпақпен банканы жабамыз да суығанша бетін жауып қоямыз. Осылайша асқабақты маринадтаймыз.